Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіз. Есімім Назира. Қыздар, бүгін бар болғаны 3 жұмыртқа мен кішкене ғана сүттен осындай керемет дәмді тағам жасаудың рецептісімен бөлсем. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осы тағамды міндетті түрде жасап көріңіз. Өте дәмді. Бұл тағамды жасау үшін 3 жұмыртқаны жарып алып, жарты шай қасық кішкене тұз қосып жіберемін. 150 грамм сүт. Осы сүтпен жұмыртқаны жақсылап тұрып араластырып алам. Сосын басқа бөлек ыдысқа құйып аламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, егерде рецепт маған болса, достар, өз достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Енді кастрюльге қайнаған суды құйып, астына кез келген шайнектің астына қоятын зат болсын, не болмаса таза тряпка болса да бола береді. Ішіне салып, жаңағы дайындап алған затымды 20 минут баяу отта қайнатып пісіріп аламын. Мінекей, менің тағамым дайын болды уже. Өте дәмді. Осылай жасап көруге кеңес беремін, қыздар. Дәмі анау уыздың дәмі болады ғой. Дәмі тура сондай керемет. Каналымда менімен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Және де менің неше түрлі дәмді рецепттерін жіберіп алмас үшін төмендегі подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңыз. Каналыма тіркеліп, лайк басқаныңыз үшін көп рахмет. Аман сау болыңыз, асыңыз дәмді болсын.